атамыздан қалған мұрат ретінде. Тұсындар балдар, біз қазір киіз үйде отырмыз, қар үйде. Оны қар үй деп атайды, кереге деп аталады. Кереге, мына керегені әдемі мынандай тегіс шамал қырлау жерге жаңа орнатады, дөңгелек қылып әдемі қылып. Керегені тартып келгеннен кейін өзі әдемі дөңгелек болып шығады. Одан кейін керегені келгеннен кейін мынау шаңырақты алып міне мынау кереге, мынау шаңырақ мінекей, ол дөңгелек қылып ортасына істеп тұратындай қылып. Көрдіңдер ме? Мынау таяқпен ортасына үлкен істеп көтеріп тұрады шаңырақта. Содан кейін мынандай уық деген болады. Мына уық деген ұзын ағаштан болады. Бұның бәрі қайыннан жасалады, мынаның бәрі ағаштан. Көрдіңдер ме? Мына уықты, мына басы үшкір жағын, мына неге шаңыраққа барып, мынада тесіктері болады өздері. Ағаш қой бәрі. Сол байлайды. Бұлардың өзінде мынандай жіп болады. Мынандай жібі болады. Көрдіңдер ме? Уық дейді. Уыққа әкеліп, мынандай байлайды мынандай. Бәрін керегеге байлап шығады. Уықтың сөйтіп дөңгеленіп, мынандай киіз үй болып шығады. Мынандай ағаштан жасалған есік болады мінекей. Көрдіңдер ме? Ойылап, мынандай істейді есік. Міне уықтың бәрін қатып байлап болғаннан кейін мінекей мынандай киіз үй болып шығады. Мына киіз болады. Бұл киізді малдың қойы болады. Малды білесіңдер ме? Малды? Сол малдың жүнінен қырқып, мынандай киіз басатын текемет. Осы мынаның бәрін байлап, мына текемет. Белді бау деп аталады мыналардың бәрі текеметті. Ол текеметті апарып байлайды жаңағы, мынау есікке де жабады мынандай, жауып қояды. Мыналардың бәрі ойып белді баудан мынандай істеп қояды. Мына кереге мен уықтың ортасына мынандай әдеміше қылып осындай қылып қояды. Күн түскенге әдемі болып көрінеді. Сөйтіп байлап қояды. Содан кейін ішін төсеушпен алаша төсейді. Мынандай санды не болады, айтпақшы ши болады. Бұл ши деген өседі, ол шөп болады. Сол шиді тоқып, әкел осы қар үйдің ішінен істейді. Ол жылулық сақтап тұрады. Мынау киіз үй. Бұны қар үй деп атайды. Қар үй, киіз үй. Дөңгелек болғаннан кейін бұны қар үй деп аталады. Бұл бұрын ата-бабамыздан келе жатқан үй бұл да. Осындайда отырған ол кісілер, осындай үйде мал баққан, анандай жеміс-жидек еккен, сол кезде алып барып көшіп алып жүре береді. Дөңгелек қылып бұны құламайтындай болып отырады. Жаңағыдай арқанмен байлап қояды, қазықпен қадап байлайды мынаның бәрін. Мынау мінекей шаңырақ деп аталады. Бірінші мына керегені кереді. Одан кейін мына шаңырақты жаңа дөңгелек қылып ұстап тұрады, иә бүйтіп. Ортасында ұстап тұрады. Сөйтіп мыналарға уықтар қадалады, уықтар. Бұл жаңағы отбасы құралған несі болады оның бәрі. Белгісі болады, символы деп айтады. Мынау жаңа шаңырағымыз осыған уықты тігіп, әдемілеп қар үй болып шығады мынандай. Дөңгелек болып шығады әдемі, құламас үшін әдемі болып тұрады.